тобы қошеметпен қарсы алайық. Өткіргілі үсіктірік, үйіріп соққан боран басталды. Мал түгілі адам баса алмай қалды. Бір жеті тоқтамай соққан боран бір сәтте сап тыйылды. Қасымбекке әкеден мирас болып қалған кәсіп орманшылық. Қашып кетеді дейтін аяғы болмаса да, осы самсаған қалың қарағайды күзетуі керек. Бұл қарағай ауданның жері жұмақ қойшылды. Өспейтін өсімдігі, иісі бұрқырап, танау жармайтын жемісі жоқ. Сандуғаш тоғай ішіндегі әр соқпақты адаспай тауып, аңдардың жүріп өткен іздерін қарап тат басады. Әр құсты, әр аңды көрген сәтте қалт тоқтап, жүз алаулап, жанарынан мейірім төгіліп қоя береді. Тоғай іші думан болып жатыр екен. Арғы жерден атып шығып зытып бара жатқан қоянды деп көрініп, бұтақтан бұтаққа секірген теңді деп бақылап келе жатырмын. Әке, егер тау тастың сәні болған аңдары, тоғайда қиқылжыта ән салған құстар болмаса, табиғатта жетімсіреп қалатын шығар? Иә қызым, табиғаттың көркі де осы аңдар мен құстар ғой. Сіздерге айтар бір жаңалығым бар. Ауданда жаңадан аурухана мен оқу орны ашылыпты ғой. Бүкіл өміріміз осы қалың қарағайдың арасында өтіп келеді. Адам құсап өмір сүрейік те бізде қалада. Жауалама осы қарағайды, тұрсаң да көз алдында қарағай, жатсаң да қарағай. Бұл қуағаш енді түсімізге де кіретін болды ғой. Саған бүгін не көрінді? Астынан су шықты ма? Ел қатарлы көшейікте тым болмаса қарағайға. Облыс орталығы өркенге көрсек тіптен жақсы. Омалып қашан отырамыз осы қарағай арасында. Ағаш күзеткеннен мүйіз шықса, шығар еді ғой баяғыда шаш орнына қалың мүйіз. Ел қатарлы дейді, ішкенін алдында, ішпегенін артында. Табиғат жарықтық мынау бар байлығын аузына тосқан. Ата-бабамнан қалған қалың қорымын қалай ғана тастап кетеміз? Осы жерден топырақ бүйірсін деп жүр емеспіз бе? Жоқ, не де болса әке-шешемнің жанына жан таямын. Ата-бабасының қорымын кім арқалап жүр дейсің? Сандуғашым, сабағын жақсы екенін білемін. Не ой мазалап жүр? Қандай оқу орнына түсесің? Мен дәрігер болсам деймін. Бірақ өркенде ондай оқу орны жоқ. Қызым, не де болса үлкен қалада оқы. Үлкен қаланың ұстаздары да үлкен, әр оқымысты. Мына әкең екеуміздің отырысымыз мынау ағаш күзет. Тым болмаса сен оқы. Алысқа самға, бізге қарама. Тіпті Ресейдің үлкен қалаларына оқуға түсем десең де, біз саған ақ жол тілейміз. Кеше Сандуғаштан жаңалық келді. Біздің қызымыз Санкт-Петербургке оқуға түсіпті. Осы қызым болмаса, бәрі үмітім осы қызымда. Қызымыздан жаңалық қашан келеді екен? Білмеймін. Қалы қалай екен? Оқуында қалай оқып жүр екен, соны да білгім. Өзі де жақында келіп қалатын шығар? Я, алдында жаңалық келген. Жақын арада келіп, сіздерге айтар жаңалығым бар деген. Сол жаңалығын енді күтіп жүрміз. Міне өзі де 15 жыл өткен соң. Қалайсыздар? Менің сіздерге бір айтарым бар еді. Мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Петя екеуміз шаңырақ көтеруге келісіп қойдық. Ойбай-ау, Петясіне қазақтың не бір сұлтан жігіттер жүр емес пе? Қарағайдай қалың қазақтан жігіт таппағандай. Тіріде өлтіреді біздің мына қыз. осындай ақылды қыздың шалыс басқаны, қай сасқаны? Сіздердің қарсы болатындарыңызды біліп, 20 күн той жақындағанда бір-ақ айттым. Тойға 20 күн қалды, біз шешіп қойдық. Ойпыр-ай, осындай ақылды қызда шалыспаса деген ғой. Той дейді ғой, не деп барамыз? Қай бетімізбен барамыз? Жетіскен екенбіз. Неге ғана тексіз болып барады жас ұрпақ? Сол аралас некеден туғандар ұлты үшін ме? Не, ұлтының намысын қорғай ма? Жоқ, мәңгүрт болып өседі, мәңгүрт болып өледі. Олар болды, ана Жұмағұлдың қызы Күләй Африкаға тайып тұрды емес пе? Бұл қайта үйренген орысымыз. Осы сен не болып барасың? Өзіміздің дейді, үйренген дейді. Сендерде намыс бар ма өзі? Ағайын туыстың бетіне қалай ғана қараймыз? Мен тойға қалай да барамын, іздеушісі жоқ дейміз. Осы жылғы қыс қатты суық болды. Абырой болғанда есік ішке ашылады. Азын аулақ мал бұрынып.
боларын? Сол педиясына кеткенде ақ бір жамандық болатындай күй кешкем. Осы 15 жылда қайғымен күй кештім. Түс болады, түс көремін. Сандуғашым-ай, балапаным, бұл менмін ғой, әкеммін. Бауыр етім, құлыншағым, жылағаның не? Мен сандуғаш емеспін. Қой жыламай, бүгін жұма шелпекпісі. Қазір аттап баса алмайсың. Қар болса мынау, жер қарайғанда барып, құлынымнан толпайған топырағын құшақтармын. Қасымбек, ау Қасымбек. Қош жұдырық басындай қалта тікші. Мықтап тік, мықты матадан тік. Ұшақ ішінде шашылып қалмасын. Әжеге қойсын отырды, сейді болады. Ана сай көріп алсың. Уважаемые пассажиры, самолет Алматы Санкт-Петербург готовится к взлету. Прошу пройти к регистрацию. Сәлеметсіз бе? Қол сөмкеңізді ашып көрсетіңіз. Ішінде не бар? Не болсын қарағым, жолға алған ұсақ тек нәрсе. Немереме алған азғантай елдің дәмі. Мұны ішіп беріп қалтадағы не? Ол ма? Ол топырақ қой қызым. Топырағыңыз не? Қане, аузын шешіңіз. Бұл туған жердің топырағы. Қызым Санкт-Петербургке оқуға түсті. Бірақ қазір өкінішке орай жер қойнында жатыр. Өзі қолдырымдай жүгіріп, құлындай ойнақтаған туған жерінің топырағын қабірінің басына салсам деймін. Сіз сонда осы топырақты салу үшін сонау Санкт-Петербургке бара жатырсыз ба? Мұны ісіңіз мені миыма сіңе алмай тұр. Қызыңыз жер қойнауында екен. Онда бұл топырақтың не ерекшелігі бар? Қызым-ау, бұл туған жердің топырағы. Бұл топырақтың иесі де, қасиеті де бөлек. Бұл киелі топырақ. Жарайды, жолыңыз болсын аға. Қызым-ау, қызым. Дедушка, как ваши дела? Өз қапсым-ау баратсам. Пойдемте домой, попьемте чаю, отдохнете. Жоқ, тез арада мені қызымның зиратына апарыңдар. Пришли. Ей, мені қайда келдім мынау? Мынау орыс зират емес пе? Серебряк сандуғаш? Бұл не сұмдығы? Бұл не болды? Вы что? Она за полгода до смерти приняла другую религию, христианство. Она болела, страдала, все время говорила о вас. Жатқан жерін жайлы болсын балапаным. Что это? Земля, что ли? Зачем? Бұл туған жерінің топырағы. Өзі қолдырымдай жүгіріп, құлындай ойнақтаған, аяғына туған жерінің тікендері кірген, туған жердің топырағын қабірінің басына салды. Қан оқысам деген, оқымасам деген. Ол шоқынып кетті емес пе? Ой, оқиын. Дүние есігін қазақ болып ашты ғой.
қарашың. Қойшы,